Так, сәлем балалар. Бүгін сіздермен қарастыратын нұсқа ол 30-59 деп аталынады. Осы нұсқаны. Осы нұсқаны бүгін қарастырып бітіруге тырысамыз. Бірінші сұрақ ол әртекті қоспалар. Варианттар берілген. Бірақ бұны қарастыру үшін бізге қоспа дегенді түсіну керек. Қоспаның түрі өте көп, негізгі түрлер ол агрегаттық күйлерге байланысты. То есть, мысалға, қоспа деген зат өзі екі немесе одан да көп зат бір-бірімен араласып кету керек. Кем дегенде екі зат болады. То есть, су мен қант, су мен тұз, су мен спирт, любой зат. Обязательно су емес, просто өмірде көбінесе суды қолданамыз. Сәйкесінше қоспаның түрлері қатты мен қатты, газ бен газ, сұйықтық пен сұйықтық, қатты мен газ, газ бен сұйықтық, сұйықтық пен қатты деген сияқты осындай математикалық жақтан комбинациясы өте көп. Осындай заттар бір-бірімен араласқандықтан қоспа негізінен екіге бөлінеді. Біреусі әртекті, екіншісі біртекті. Аттар айтып тұрғандай, оларды өте оңай ажыратып алу. Әртекті ол екі затты бір-бірімен араластырсаңыз, олардың ішінде әрекеттесуші бет анық көрініп тұрады. Ал біртектіде ол әрекеттесуші бет анық көрілмейді. Мысал келтірсек өте оңай көрінеді. Мысалға әртекті қоспаға бізде жатады құм мен су. Яғни құм мен суды араластыратын болсақ, біз анық көреміз. Қоспаның ішінде қай бөлігі су екен және қай бөлігі құм екен ажырата аламыз. Яғни сұйықтық пен қатты қосылып жатыр. Бірақ бұл әрқашан екі агрегаттық күйді араластырған кезде әртекті қоспаны алмаймыз. Мысалға, қант пен суды қосатын болсақ, біз бәрібір біртекті қоспаны аламыз. Өйткені қантымыз суда еріген соң, біз ол сұйықтыққа қарап алдын ала айта алмаймыз, оның ішінде қант бар ма, жоқ па екен. Сол үшін ол біртекті қоспа болып кетеді. Сәйкесінше, қатты затты сұйықтықта еріткен кезде, особенно суда, онда бізге Менделеев кестесінің артындағы ергіштік кестені қолдану керек. Егер суда еритін бір зат болатын болса, ол қатты болсын, суға қосқан кезде бір әртекті қоспаны ала алмаймыз одан. Одан біртекті қоспа пайда болады. Ал егер бір тұнбаны суға салатын болсақ, сәйкесінше суда ерімейді, сәйкесінше біз оны көре аламыз. Қай жерінде тұнба орналасқан, қай жерде бізде су орналасқанын. Сонымен қатар агрегаттық күйлері бірдей заттарды араластырған кезде әрқашан біртекті қоспаны алмаймыз. Мысалға, ең қарапайым не су мен майды қоссақ. Суда сұйықтық, майда сұйықтық, бірақ екеуін бір-бірін араластыратын болсақ, бізде мынандай ерітінді пайда болады. Майымыз бетіне, суымыз астына кетіп қалады. Біз анық көреміз, что су астында орналасқанын, ал май үстінде орналасқанын анық көре аламыз. Осында қоспалар әртекті дейді. Енді біздің сұрағымыз қарап көрейік. Ең біріншісі вариант ол бізде су және аммиак делінген. Ол бізге жарамайды, өйткені аммиак суда еріген соң мүсәтір спирті пайда болады, немесе нашатырный спирт деп айтылады. Ол суда өте жақсы ериді. Келесі жаңа айтып кеткен қант пен су, қант суда ериді. Сәйкесінше оны тоже біз әртектіге жатқыза алмаймыз. Ас тұз мен су, ол тоже біз асханада ылғи жасаймыз. Ас тұзын суда ерітеміз да, ерітінді аламыз. Тұзды ажырату қиын. Ерітінді бар ма, жоқ па екен. Спирт бұл вообще қоспаға жатпайды, яғни ол жалғыз өз болғандықтан. Бізде как вариант қалады С варианты, яғни темір 3 гидроксиді және су деген. Ергіштік кестені қарайтын болсақ, темір 3 гидроксиді бізде суда ерімейді. Вариантымыз, жауабымыз бізде осы болады. Так, мен суреттерді жоғалтып алдым, ашылайын. Екінші сұрағымызға келетін болсақ. Так, қазір. Екінші сұрақ.
химиялық құбылыс дейді. То есть бізге химиялық құбылыс анықтау болу керек. Ол үшін бізге тағы да химиялық құбылыстың не екенін анықтау керек. Яғни химияның ғылым ретінде қарастыру керек. Химия ғылымы бізде қарастырады, егер де бізде бір затымыз белгілі бір процестен кейін екінші затқа айналады. Мына бізде бірінші зат болсын, мына бізде екінші зат болсын. Және осы айналу кезінде екінші заттың физикалық қасиеттері, химиялық қасиеттері бірінші затқа мүлдем ұқсамайтын болады. Кәдімгідей айырмашылық болады. Мысалы, кез келген бір химиялық реакцияны жазайық. Мысалға H2 плюс N2. Аламыз NH3-ті. Теңестірсек, мұнда бізде сутек газы пайда болады. Иісі жоқ, өте жеңіл, түссіз газ. Және көп заттармен жақсы әрекеттеседі. И негізгі тотықсыздандырғыш ретінде жүреді. Азот өте пассивті газ, ешкіммен әрекеттесе қоймайды, сол үшін ауада оның пайызы 71%-ке дейін жетеді. Иісі жоқ, түсі жоқ затты. Ал химиялық реакция жүргеннен кейін біз алып жатырық мүлдем басқа затты, яғни аммиак газын. Аммиак газын химиялық қасиеттері өзгеріп кетеді мына екеуіне қарағанда. И бұның иісі бар, өте өткір иісі бар. Бұны біз жаңағы мүсәттір спиртінде қолданамыз сол үшін. Адам талып қалғанда ояту үшін. И осындай процесс біз химиялық процесс дейміз. И біздің сұрағымызға қайтып келейік. Бізде айтылған ең біріншісі қанттың еруі дейді. Қанттың еруі бізде жатпайды жауап ретінде, өйткені қантты суда еріген кезде ештеңе болмайды, еру процесс жүреді. Қантты былай жедің не, суға ертіп іштің не, екеуінде де бірдей дәм шығады. Сәйкесінше ол жақта химиялық процесс жүрмейді, ол жақта физикалық процесс, яғни еру процесі. Келесі күннің суығы. Күннің өзінің бір аралығы бар. Кейбір кезде күн ыстық болып кетеді, кейбір кезде күн суық болып кетеді деген сияқты. Ол физикалық қасиет. Ол бәрібір күн болып қала береді. Судың қайнауы. Су қайнаған кезде бу қайналады. Вроде. И көп оқушылар шатасады. Су бу қайналған кезде H2O бізде H2 и O2 деп ыдырап кетеді деген ойда болады. Бірақ та бұл дұрыс емес. Су қайнаған кезде су жай сұйық күйден газ күйіне айналады, бу күйіне. Ол мысалға өте көп от жағатын болса, мысалы газды да көп жағатын болсақ, қабырғаларда немесе терезелерде ұсақ, өте кішкентай судың тамшылар пайда болады. Сонымен дәлелдесе болады, ол жақта химиялық процесс жүрмейтін. Темірдің май суы тоже бізде физикалық процесске жату, физикалық жата ма, жатпай ма білмеймін, но точно химиялық емес. Ол темір өзі темір болып қала береді, қаншалықты майыстырсаң да. Бізде жауап қалады мазуттан бензинді алу. Мазут деген мұнайдың қалдығы, ал бензин деген уже отын ретінде қолданылатын зат. То есть мүлдем басқа заттан сұйық газ, мазут деген қатты зат, бензин сұйық зат. Бұл бізде, яғни жауабымыз да болады. Так, келесі бізде тотығу-тотықсыздану реакциясы. Үшінші сұрақ. 9 методта, біз енді үшінші сұраққа қайтып келіп отырық. Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Тотығу-тотықсыздану реакциясы деп бізде, егер мысалға мынандай бір реакциямыз болатын болса, бұл жерде бастапқыдағы А заты мен Б заты бір-біріне электрондар лақтыру керек. Бір электрон беру керек, екіншісі электрон қабылдап алу керек. Егер де электрондар бір атомнан екінші атомға лақтырылатын болса, онда олардың зарядтары өзгереді. Мысалы, бастапқыда екеуінің заряды 0 болатын болса, А мен Б-нікі. Айтарлық А Б-ға электрон беретін болса, реакциядан кейін Б атомы минус заряд болады, ал А атомы плюс заряд болып кетеді. Осындай процесті біз тотығу-тотықсыздану деп айтамыз. Енді біздің жауаптарымыздан анықтап көрейік, кім бізге бұл неге жарайтыны. Ең бірінші реакция, мысалға, аммиактың H хлормен қосылуы. Аммиактың H хлормен қосылуы бізде ешқандай да тотығу-тотықсыздану реакциясы емес, өйткені ол бізде донорлық акцепторлы механизммен жүреді. Яғни азоттың заряды мұнда минус 3, сутектікі плюс 1. Мұнда сутектікі плюс 1, хлордікі минус 1. Мына жақтан анықтайтын болсақ, NH4 деген топтың заряды плюс 1-ді береді.
сол жерден біз азоттікін табатын болсақ, азоттың заряды -3, а хлордікі то же самое -1 болып қалады. То есть ешкімнің заряды өзгеріп жатқан жоқ. Екінші реакцияда аргентумдікі +1, NO3-дікі -1 болып тұр. H-дікі +1, хлордікі -1 болып тұр. Реакциядан кейін барлық зарядтар сақталған. То есть плюс, минус, плюс, минус. И бұл бізде тоже жауап ретінде жарамайды. Кальций карбонаты қосылу реакциясы екінші жақта тоже бізде электрондар зарядтарын өзгеріп жүрмейді. Кальцийдің заряды +2, мұнда да +2. Оттектің заряды -2, мұнда да -2. С-ның заряды бұл жағдайда +4, и мына жерде С-ның заряды +4. Е варианты тоже самый, бізде қосылу реакциясы тоже сөйтіп жүреді. Ал мына жерде Д вариантында айырылу реакциясын қарайтын болсақ, калий хлор O3-тегі зарядтың табатын болсақ, оттектің заряды -2, бір оттектің заряды, а бізде 3 оттек, сәйкесінше жалпы заряд -6 болады. Ол кез келген химиялық молекула өмір сүру үшін оның заряды жалпы 0 болу керек. Яғни -6-ны жою үшін бізге +6 деген заряд керек. Ал калий жалғыз өзі +1 береді, өзгермейді, а хлор өзгеріп отырады. Егер калий +1 берсе, значит қалған барлығын +5-ті бізде хлор беріп отыр деген сөз. Яғни стрелкаға дейін бізде хлордың заряды +5. Ал стрелкадан кейін калий хлорда қайттан да жалпынан заряды 0 болу керек. Калийдікі плюс болса, компенсация ретінде оған хлор бір минус зарядты беру керек. Яғни хлордың заряды бұл жерде өзгеріп жатыр. И сосын оттектің заряды өзгеріп жатыр. Оттек мұнда -2. Ал реакциядан кейін жай зат ретінде тұр. Ал жай заттардың барлық заряды 0 болады. И осы бізде тотықстану процесі деп аталынады. И осыдан түсіндіріп алса болады. То есть қанағыдар оттек бізде -2-ден. -2 ол электрон артық деген сөз. 2 электронға артық. А 0 ол норма. Значит, реакция нәтижесінде оттек жаңағы артық болып тұрған 2 электроннан айырылып қалды. Біреуге беріп жіберді ол электрондарды. Ол кімге барды? Ол электрондар бізде хлорға барды. Өйткені реакцияға дейін хлордың заряды +5, то есть 5 электрон жетіспей тұр. Ал реакциядан кейін -1 болды. 1 электрон артық. Реакция бойынша оттегіміз 6 электрон берді. Кімге? Хлорға. И вот осы реакция осылай жазылады. То есть тотықсыздану десе бізге ең бірінші очеред бізге кімнің заряды өзгеріп отыр, соны тауып алу қажет болады. Так. Келесі сұрақты қарастырайық. Келесі сұрақты қарастыратын болсақ, адсорбциялық қабілеті жоғары. Жоқ. Хлор атомының иондық байланыс түзетін элемент атомдар қатары дейді. Хлор атоммен иондық байланыс түзу керек. Ол үшін бізге иондық байланысты түсіну керек, ол не екен? Иондық байланыс ол екі атом кездессе бір-бірімен, біреуісінің электр терістілігі өте жоғары болады да, и ол екіншісінен электрон өзіне қатты тартып алады. Бір жола тартып алады. Яғни боз атомы адам әлде бір жола электрон тоқтай тартып алады да, и сол кезде оның заряды аяғына дейін минус болады, анан заряды плюс болады. Бірақ та Б атомы А атомнан электронды тартып алу үшін оның электр терістілік күші өте жоғары болу керек. И бізге сәйкесінше сондай хлорымыздың электр терістілігі жоғары, бірақ та біз хлордан әлде қайда әлсіз біреу табуымыз керекпіз. И ол әлсіздер, олар бізде металдар, электр терістілігі төмендер. Ең бірінші жағдай сутек пен кремний. И ол жағдай бізге жарамайды, өйткені олардың электр терістілігі шамалас, и олар бейметалдар. Бізге металл керек. Оттек фтор тоже бейметалдар. Көміртек калий. Біреусі бейметал, біреусі нормально сәйкес келеді калий, но бізге бұл жарамайды, өйткені бізге екеуі де сәйкес келу керек. Соңында йод пен бром тоже бізге жарамайды. Сонда бізде вариант ретінде қалады Б варианты натрий және кальций. Екеуі де металл. Ал Менделеев кестесі бойынша қарастыратын болсаңдар, хлор мына жақта орналасқан, натрий, кальций мына жақта орналасқан. И олардың аралары неғұрлым алыс болған сайын электр терістілік күші айырмашылығы өте жоғары деген сөз. И вот бізде жауап сонда осы болады. Келесі 5-ші сұрақ ол бізде адсорбция қабілеті жоғары дейді. Так.
адсорбциялық қабілеті жоғары. Адсорбциялық қабілет дегенде бізге есімізге түсу керек бір зат екінші затты өзінің ішіне бүйтіп сіңіріп алу қажет. Біз сондай затты қарастыруымыз керекпіз. Мысалға, үйде су төгіліп қалатын болса, немесе тағы бірдеңе төгіліп қалатын болса, біз оны барып өзіне өте жақсы сіңіретін бір шүперек немесе бір тряпканы аламыз, иә. Ол жақта мысалға бір қатты затпен болмайды. Яғни адсорбциялық қабілеті төмен заттармен сүртуге болмайды. Болады, бірақ та ол өте қиын, ұзақ және процесс болып кетеді. Сол сияқты бізге мына жақтан қараймыз и варианттардан сразу алып тастауымыз керекпіз. Алмаз бен графитті. Алмазды көрмесеңдер де сендер білесіңдер, ол примерно бір, мынандай бір шыны болу керек, иә, шыныға ұқсас. И сәйкесінше ол өзіне ешқашанда бір затты сіңіріп ала алмайды. Ал графит ол карандаштың ішіндегі зат. Ол тоже өзіне сұйықтықтарды сіңіре алмайды. Адсорбциялық қабілет ретінде қарастыруға келмейді. Бізде жауап ретінде фуллерен, карбин және ағаш көмірі қалады. Карбин тоже бізде жатпайды, өйткені ол графитке ұқсайды. Ал фуллерен ол бізде нанотехнологиялық зат. И сәйкесінше оны тоже біз адсорбциялық қабілетті өте төмен деп қарастырамыз, өйткені ол жаңағы алмаздың бір аллотропиялық түрі өзгерісі болады. Ал ағаш көмірі ол ағашқа ұқсас болып келеді. И сәйкесінше сендер білесіңдер, ағаш ол суды өзіне жақсы сіңіреді. И бізде жауап как бы осы болады. Яғни С жауабы. Так, ары қарай. 6-шы сұрақ. Сутек белсенді металдармен әрекеттесіп түзеді дейді. Енді бұл уже теориялық сұрақ, кітаптардан қарастыру керек, интернеттен қарастыру керек. Ол жауап бізде гидрид болады. Мына жақта бромид, хлорид, иодид дегендер оның барлығы уже бізде түсіп қалады, өйткені олар тұздардың атауы. Фосфид, ол бізде тоже фосфордың қосылыстары, бізде как жауап гидрид қана алады. Енді бұл теориялық сұрақ, бұл жақта уже керемет деп бірдеңке мен көмектесе алмаймын. Келесі, этил ацетатқа изомер бола алатын зат дейді. Этил ацетатқа изомерді іздеу үшін бізге изомер деген затты қарастыру керек. Изомер дегеніміз брутто формуласы, то есть жалпы бүйтіп жасаған кезде формуласы бірдей болу керек. Скажем, мысалы С4H10. Мына бізде брутто формула немесе эмпирикалық формула деп аталынады. Формуласы бірдей болуы мүмкін. Ал құрылымын жазатын болсақ, құрылымында оларда айырмашылық болу керек. Бізде мында екі қосылыс пайда болды. Біріншісі мынау изобутан, то есть көміртектер саны 4-еу, мына брутто формуламыздағыдай. А сутектер саны 3-еу, 6, 9, 10. Тоже бізде ортаңғы формуламыз сияқты. Мына қосылыста көміртектер саны 4-еу, сутектер саны 3-еу, 5-еу, 7-еу, 10. То есть эмпирикалық брутто формулалары бірдей, С4H10, ал құрылымдық формулалары әртүрлі. Осындай заттарды біз изомер деп айтамыз. То есть олардың көміртек, сутек немесе тағы да бір атомдар болса, соның сандары бірдей болу керек та, құрылымдары әртүрлі болу керек. И біз варианттан изомерді қарастыру үшін бізге ең бірінші этил ацетатқа изомер дейді, яғни этил ацетаттың өзінің формуласын жазып алу керек болады. Этил ацетат дегеніміз ол былайша айтқанда өте күрделі эфир болып саналады. Күрделі эфир, то есть бізде ортасында мынандай группа болады. Этил ацетат болса, мына жағында бізде этил тобы болады, то есть С2H5. Ацетат болса, мында бізде CH тобы болады. И вот осындағы біз көміртек, сутектердің санын санайтын болсақ, яғни бізде 1, 2, 3, 4, 4 көміртек бар. Сутектер саны 5, анаумен 8 бар, и және 2 оттек бар. Осыған сәйкес бір формуланы таңдап алуымыз керекпіз. Ең оңай бұл жерден сызып салуға болатын заттар, яғни көміртектер саны бойынша сәйкес келмейтін ол бензой қышқылы. Бензой қышқылы ол бізде бензол сақинасы бар, и мындай COH тобы бар. И бұл жақта көміртектер саны уже сақинада 6-мен бірге, мынамен 7 болады, и уже нормадан асып кетеді. Бізге 4 ғана керек. Бензой қышқылын алып тастауға болады.
Келесі метан қышқылын тоже бұл жерден сызып тастаса болады, өйткені онда формула бізде H2OH. Ол жерде көміртек саны біреу ғана. Сәйкесінше біз Е вариантын тоже сызып тастаймыз. Осымен бірге біз еще сызып тастасақ болады этиленгликольді. Этиленгликольдің формуласын білетін болсаңдар, ол мындай. Екі атомды спирт. Ол жерде көміртектер саны екеу. Бұл біздің формамыз уже сәйкес келмейді. И бұл этиленгликоль тасып, бізде как вариант қалады бутен и метилпропенат қалады. Егер де алкендердің құрылымын білетін болсында, яғни бутен мына жерде алкен дегенді білдіреді. Оның құрылымында ешқашанда оттектер болмайды. То есть жерде 4 көміртек шынымен де, бірақ та жерде оттектер жоқ. Бұл вариантты тоже сызып тастаса болады. И сонда бізде тек қана қалады метилпропенат. Метилпропенаттың формуласы сатын болсақ, ол да бізде күрделі эфир. Мына басында бізде метил тобы болады, а мына жақта пропенат тобы. С2H5. Көміртектер саны 2, 3, 4, сутектер саны 8, и оттек саны 2. Яғни тура осы қосылыста просто бізде С2H5 пен С3-тің орнына ауысқан. И сонда бізде жауап А болады. Так, 8-ші сұрақ. Карбон қышқылы бұл теориялық сұрақ. Бұл жақта тоже қатты келмейді көмектесіз болмайды. Яғни ол жақта карбон қышқылы десе COH тобы болу керек. И COH тобымен бізде бірақ вариант ол... Екі вариант келіп тұр, пока что Д мен және Е вариантында COH топтары бар. Бірақ бізге жай ғана карбон қышқылы деп тұр. Ал Е вариантында мына жағын қарайтын болсаңдар, NH2 тобы берілген, ал ол бізде амин тобы. Сәйкесінше Е варианты бізде амин қышқылы болып кетеді уже. Просто карбон емес. Яғни Д варианты бізде жай қышқыл, ал Е варианты бізде амин қышқылы. И ол келмейді, яғни жауап бізде Д болып қала береді. Так, 9-шысында бізде есеп берілген. Так, есепті айтылған. СО2-нің көлемі берілген 44,8 литр. Осы 44,8 литр көмірқышқыл газын әкті су арқылы өткізгенде түзілген тұздың массасы дейді. Әкті судың формуласы ол бізде кальций OH екіселенген. Оны тоже сендерге неден қарап алу қажет болады, кітаптан немесе интернеттен. Бұл кәдімгі сөндірілген әкке суды қосып алынатын қосылыс. Әкті суға СО2-ні қосатын болсақ, бұл реакция мүмкін. Яғни теориялық жақтан қарастырғанда реакция мүмкін болып есептелінеді, өйткені бұл негізбен әрекеттесіп жатыр. Қышқылдық оксид. Егер де мына жақта мысалға металл негіздік оксид болатын болса, реакцияны жүрмейді деп айтатын едік. Яғни біреусі қышқыл жақтікі, біреусі негіз жақтікі, сәйкесінше бізде реакция мүмкін болып есептелінеді. Пайда болады бізде кальций COH и H2O. И бізге теңіз сұрт қарастыратын болсақ, барлығы тең болып тұр, бізге теңіз сұрт қажет етпейді. Тұздың массасын табу керек. Мына түзіліп жатқан зат екеу ғана, кальций карбонаты и су. Сәйкесінше бұл жақта тұз мынау ғана. Бізге осы массасын табу керек. Оны табу үшін біз 44,8 литр берілген болса, біз оның астына стандарт көлемін жазуымыз керекпіз. Яғни стандарт көлемі ол 22,4 литр көбейтеміз зат мөлшерге. Реакция бойынша. Реакция бойынша СО2-нің алдында зат мөлшері 1-ге тең, 1 мольға көбейтеміз 22,4-ге, яғни астына 22,4 литр болады. Кальций карбонатының стандарт массасы, то есть ол кальций карбонатының молярлық массасын көбейтеміз зат мөлшерге. Зат мөлшер қайттан оның алдында тұрған көбейтеміз 1 мольға, и біз аламыз 100 граммды. И бұл бізде 44,8 литр СО2. И осы бойынша пропорция құрастырылса болады. Пропорция бізде кәдімгі математиканың заңдылығымен түсіндіріледі. Яғни 24 литрдан біз аламыз 100 граммды. Ал егер бізде 44,8 литр болатын болса, қанша там кальций карбонатын алуға болады деген сұрақ пайда болады. И осыдан
пропорция құрастырамыз. Пропорцияның ерекшелігі сендерде белгілі бір заттың көрсетік параметрлары бірге орналасу керек. Литрлар бірге орналасу керек. Мысалы, 24 литр ол кальций карбонаттың көлемі стандарт. 44,8 литр ол біздің көлеміміз. Есеп бойынша 100 грамм ол стандарт масса, ал астында тура ода x грамм бізге анықтау керек масса болады. Сонда x бізде жауабы 200 грамм болады. Яғни 44,8 көбейтесіндер 100-ге бөлеміз 22-де 4-ке. Мына қысқарады, 2 қалады, 2 көбейтсек бізде 200 деген жауап шығу керек. И ол вариант бізде С варианты. Келесі есеп. Қорғасын 2 нитрат арқылы көлемі, давайте жазайық. Яғни қорғас нитраты берілген, эквивалентті. Осы арқылы бізде өткізілген H2S 11,2 литр. Реакция нәтижесінде бізде пайда болады плюмбум С плюс HNO3. Теңестіретін болсақ, мынаның алдына 2 қоямыз, болды. Осы жерде бізден 11,2 литр берілген H2S-тікі. Стандарт бойынша қайттан H2S-тің көлемі 22,4 көбейтеміз алдындағы 1 молға. Болады бізде 22,4 литр. Плюмбум С, оның бізде молярлық массасы. Қазір есімде жоқ. Кажется, 209, 208 ба. 207 екен. Молярлық массасы 207, қосамыз 32-ні, ол бізде 239 грамм. Көбейтеміз алдында бірге, 239 грамм шығады. То есть, егер бізде 22-де 4 литр газ болса, одан алуға болады 239 грамм плюмбум С-ті. Ал бізде 11,2 литр. Одан X. Осы жаңағы заңдылығымыз бойынша есептейтін болсақ, одан бізге 239 көбейтеміз 11-ге бөлеміз 24-ке. X-іміз бізде шығады 119,5. Яғни бізде А жауабы болады. Все, осымен бізде 10 сұрақ аяқталды. Келесі видеода жалғасын қарасаңдар болады, яғни 11 мен 20 арасындағы шешулерді.